немістер кісінің ақысын жемейді. Міне адамдық. Бір Алла біледі, бұлар бәлки райда жүрген шығар. Сендер ойлайсың, тек қана мұсылмандар 5 уақыт намаз оқығандар ғана жәннатқа барады дейсіңдер де, христиандарға, тағысын тағы басқа дін өкілдеріне менсінбей қарайсыңдар. Как будто жәннатты тек қана мұсылмандарға ғана жаратқан секілді. Бірақ бұл мемлекеттің христиандары болсын, басқа жаңағы ұлт өкілдері болсын, басқа дін өкілдері болсын, зұлымдық жасап атқан жоқ. Коррупция жоқ. Еліне халқына зұлымдық жасап отқан жоқ. Өте жақсы айттың. Еліне халқына. Бұлар да бәлки сендер баратын жәннатта орындары бар шығар, қайдан білесіңдер? Негізі мұны негізі мұны Құранда оққан бар енді. Мұна отанын қорғап шейіт болған адам бірден жұмаққа керек дейді. Енді отан қорғап деген сіз сияқтыларды айтады мұна. Елім жерім деп мұнаға халықты қанап атқан мұна жемқорларға қарсы шығып мұна отанды қорғап қаламын деп жүрген адамдарды тұра қалмай бірден жұмаққа кіреді деп тұр енді. Міне, көрдің бе? Алла тағала сонда бізді жақсы көреді деген сөз. Елге қазаққа жасалынып атқан адам баласын тіршілік иесіне жасалынып атқан зұлымдыққа қарсы күресіп жүргендер, Алла қаласа жәннатта бірге кездесетін шығармыз. Қайдан білесіздер? Бізді менсінбей қарайсыздар, субханалла, астағфиралла, бұлар бірдеңе шірдеңе деп өздеріңізді бізден жоғары санайсыздар. Мен өзімнен жоғары, өзімді ешқандай адам баласынан жоғары санамаймын. Ол қандай дін болсын, ол қандай ұлт болсын. Түсінесіздер ма? Бәлки солармен біргелесіп біз жәннатта бірге болатын шығармыз. Зұлымдық жасап атқан жоқ, мемлекеттер дамып жатыр, ұлты сақталып қалып жатыр, жері сақталып қалып жатыр, бір-біріне деген сатқындық жоқ. Тек қана біздің мұсылмандарға ғана жәннат бар деп кім айтты? Мен намазға келдім. Түркілерді зұлымдықты жою үшін жаратқан деп ондай сөзде бар. Пайғамбардың айтқан сөзінде. Енді түркілерді кімді жылы енді? Жәнібек, қараңызшы, енді осы зұлымдық кімдерден көп шығып жатыр? Зұлымға қарсы сіз сияқылды мұна, азаматтар мұна, елімдерім деген. Зұлымдық деген ол, мысал үшін зұлымдық деген кісінің ақысын жеу, қиянат жасау, Олар билікте отырғандар ғой, зұлымдық деп отырғандар. Халықты қанау, қамау, қудалау, ұрып-соғу, түрмеге тығу, ол зұлымдық нәрсе ол, әділетсіздік толмағаны. Негізі біз дұрыс жолды келе жатырмыз. Мысалы, коррупция бойынша Азия мемлекеттері бірінші сатыда тұрады екен да, Азия мемлекеттері. Жәнібек, Азия мемлекеттері, біздер ғой мұсылман мемлекеттеріміз ғой, Туркия, Қазақстан, Қырғызстан, осы Азия мемлекеттері коррупция бойынша бірінші орында тұрады. Құрдас, ана жерде болай ғой, сөзін далай кетейін не? Былай айтады. Міне есек қыз дейді, көрдіңіздер ма? Мына қыз, мына жігіттің өзі мені есек қыз деп отыр. Алла есіркесін. Осындай әрбір сөздерің үшін ертең біртіндеп инемен жауап бересіңдер ғой. Жаным аш етсендерге қалай жауап берер екесіңдер,